Мақсұт Элифке жынданып, оны қылғындырып өлтіріп қоя жаздайды. Мақсұт есін жиып жасағандар үшін өкінеді. Элиф тірі, бірақ ес-түссіз жатыр. Қанша күннен бері Элифтен хабар жоқ болғандықтан Сұлтан қызын ойлап уайымдап отырады. Қатты уайымнан Сұлтанның қан қысымы көтеріліп кете бергендіктен Мүжган оған тыныштандыратын дәрі егеді. Қахраман жаңа номерінен Жәлалға хабарласып, өзінің Элифті әлі іздестіріп жүргенін айтады. Жәлал, әзірге саған барып көмектесе алмаймын. Бұл жерде Сұлтан ананың мазасы қашып жатыр. Қастарында кішкене бола тұрайын дейді. Селим Ерухандардың компаниясында жұмыс істеп бірінші рет айлық алып отыр. Сондықтан анасын бүгін ресторанға шақырып оны қуантпақшы. Жана болса Селимді ұнатып қалған. Бүгін жұмысқа қандай көйлек киіп барсам екен деп көйлек таңдап тұр. Шукран қызын көріп, сен болай көйлек таңдамаушы едің ғой, саған бір нәрсе болып жүр, әлде Селимге ғашық болып қалдың ба дейді. Кеше Селиммен қыдырып келіпсің, есіңде болсын, сен Ерухандардың немересісің, ал ол жай жұмысшы. Жана ол жай бізге жалақысын жуып берді, жанында достары да бар еді дейді. Өзіңнің кім екеніңді ұмытпа, сен жай жұмысшылармен көңіл жарастыра алмайсың деп анасы Жанаға ескертеді. Қахраман трассаның бойындағы кіші қалашықтарға бұрылып, ол жерден Элифтің суретін көріп, адамдардан сұрастыра бастайды. Мақсұт Бейселге қаншама рет қоңырау соққанымен оның телефоны өшірулі болады. Өйткені Бейсел де полицияға ұсталып қалған еді. Мақсұт Дефнеге хабарласады. Біз кете алмай қалдық. Полиция барлық нәрсемізді ұстап алды, ақшамызда жоқ дейді. Элифтен құтылып, Қахраманмен бақытты өмір сүргің келсе, онда маған ақша бер, мен шетелге кетемін. Ақшаң дайын болған кезде хабарлас, қай жерге әкеп беретінімді өзім айтамын деп Мақсұт телефон тұтқасын қоя салады. Якуб рахаттанып кофе ішіп отырған кезде оның жанына Шукран келеді. Барлығы ініңді іздестіріп жатыр, ал сен мұнда не істеп отырсың дейді. Ал Якуб болса кофе ішіп отырмын деп жай жауап береді. Шукран, сен бір нәрсе білесің, тез маған айтып бер дейді. Мақсұт Элифті ұрлап кетіпті. Қахраман іздеріне барған кезде Мақсұт Қахраманды атып жаралапты. Қахраман ауруханаға түсіпті. Элифті іздеп табу үшін ауруханадан да қашып кетіпті дейді. Сен бұларды қайдан білесің, саған кім айтты дейді. Таңертең полиция хабарласты. Қахраманның кетіп қалғанын айтты. Оны іздестіріп жатыр екен дейді. Компанияға хабарлас, Қахраман келмеді ма деп сұра. Полицияға жәрдемдессеңші, не істеп отырсың деген кезде Якуб жайлап кофесін ішіп отырып, көмектесіп отырмын ғой, көрмейсің ба дейді. Ал компанияда болса Жана Селимге қайта-қайта қарай берумен болады, өйткені Жана Селимді ұнатып қалған. Шукран Айселге келеді. Балаңа айт, менің қызымнан аулақ жүрсін. Тең-теңімен, тезек қабымен әркім өз орнын білсін дейді. Мақсұт телефонына зарядтағыш алу үшін көшеге шығады. Көшеде бір жас баламен соқтығысып сөзге келіп қалады. Екеуін өтіп бара жатқан адамдар ажыратып алады. Қимет баласын ойлап отырады. Оған бір нәрсе болды, әйтпесе қоңырау шалып қайда екенін айтар еді дейді. Ал Якуб спокойно, қойыңызшы, тағы да Элифпен бір жерге кеткен шығар, бекер уайымдап отырсыз дейді. Мен анамын ғой, ішім сезіп жатыр, Қахраманға бір нәрсе болды деп Қимет айтып қоймайды. Дефне, менің жұмыстарым бар, қазір қайтып келемін деген кезде Қимет, қайда барасың, бәріміздің уайымдап отырғанымды білесің, жұмыстарың тоқтай тұрады, ешқайда кетпе дейді. Бірақ Дефне тыңдамай кетіп қалады. Өйткені Мақсұтқа ақша беру үшін ол банкке бара жатыр еді. Дефне банктен ақша алады. Таныс адамына мына ақшаны Мақсұтқа апарып бер. Кейін Мақсұттың ізінен аңды, қайда баратынын біліп маған айтып бер дейді. Қахраманнан хабар жоқ болғандықтан Қимет мен полиция учаскесіне барамын деп қоймайды. Шукран күйеуіне хабарласып, қайдасың? Қимет ана полиция учаскесіне барамын деп қоймай жатыр дейді. Қайдағы полиция учаскесі, үйде тыныш отырсын дейді Шукранға. Ол бізді тыңдамайды, өзің қайдасың? Саған полиция барлығын айтыпты. Егер Қимет полиция учаскесіне барып, сол туралы білетін болса, жағдайың қиын болады дейді. Бұлай болмайды, мен Қиметке шындықты айтамын деп Шукран телефонды қоя салады. Үйге келіп, мен Якубпен хабарластым. Ол қазір үйге келе жатыр. Полиция учаскесіне барған екен. Мақсұт Элифті ұрлап кетіпті. Қахраман Элифті іздеп барған кезде Мақсұт Қахраманды атыпты дейді. Қахраман оққа ұшты дегенді естіген кезде Қимет есінен танып құлап қалады.